Дастарханым тоқ болсын, уайым, қайғым жоқ болсын. Жарды болсан жасыма, бай болсан жасына. Бақ дәулет берсін басына, ғұмыр берсін басына. Бәле жала жын шайтан, жаламасын қасына. Иманын байлығын берсін, құт беркінің бәле келсін. Аумин. Бұл күн сары. Күн? Сары. Бұл менің досым Лейсан. Ол әдемі. Аю, күшті аю, ақылды аю, әдемі. Аю, күшті. Аю, күшті. Аю үлкен. Оның досы көңіл. Сәлеметсіз бе? Қанша? Сәлем. Қазақстан туында қанша түс бар білесіз бе? Екі түс бар, ол сары және көк. Қырым құс қай елдің символы білесіз бе? Қырым құс қазақ елінің символы. Сәлеметсіз бе? Қазақстанның ұлттық киімі қалай аталады? Шапан, камзол, сақи. Қазақ халқының ұлттық тағамы қандай? Саламатсыз ба? Қазақ халқының ұлттық тағамдарына бешбармақ деп айтамыз. Одан кейін көжел, сырнел. Дұрыс. Сәлем, Қазақстанның ең үлкен теңізін білесіз бе? Қазақстанның ең үлкен теңізі Каспий. Сәлеметсіз бе? Қазақстанда не көп? Түге ма, жығы ма? Сәлем, Қазақстанда жалпы көп. Дұрыс. Сәлем, Қазақстан қашан тәуелсіздік мерекесі болып аталды? Сәлем, 16 желтоқсанда 1991 жылы. Сәлем, сен қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесің? Тұлпар, қыз, ку, асық деген ойындарды білемін. Сәлеметсіз бе? Мен Арина Лукашова. Мен 6-шы сыныпта оқимын. Бүгін мен сіздерге мектептегі баскетболдан командалық жарысқа қалай дайындалу керектігін көрсетейін. Бізге жеңіс тілек қойыңыздар. Aydın sen atam ekin, gökçeğinden şarkı ekin, gözümüzün uyasına, kıyma yolunu batıl ekin. Ataным деп, елім деп, орманым деп, көлем деп, жар саламын мақтанам, Қазақстаным менің деп. Түрім деп, Уан байтақ жерім деп, жар саламын мақтабын, Қазақстаным менің деп. Тілім құралым, ана тілім құралым, ана тілім болмаса, мықты болмас тұрағым. Что хочешь? Молодец. Қарындаш. Қарындаш? Дәттер. Пластик, үшіргіш.